Міне мынандай нормальный распределение берілген. Бұл дегеніміз мынау 205 ол мюға тең. Ал сигмамыз 20-ның квадраты, яғни мынау сигма. Дисперсиямыз 20-ға тең. Түсінікті? Енді міне P кіші 230-ны есептеу керек. Ол үшін негізгі формула бізде қандай еді? X тең, Z тең, X минус мю бөлінген сигма деген формула бар. Яғни бізге P X кішіне тең 230 дегенді тең P енді X-дің орнына Z жазамыз, кішіне тең мына жерге 230 минус орташа мән 205 бөлінген неше? 20. 20? Міне ауытқу, міне осыған келдірген. Ол тең болады, енді ары қарай мынаны есептесек, мына жақты есептесең 1,25 шығады. А оны кестеден қарай саласың, мынандай мән шығады. Давайте онда сырым біріншісін айтшы, не істейміз? Міне берілген. Мына жерде сигма нешеге тең? Сырым. 5-ке? 5-ке тең. Өйткені 25 деген 5-тің квадраты. Так, сигма 5-ке тең, ал біріншісі А. P X кіші 4,5 ары қарай. Не істейміз? Тең P Z кіші 4,5 минус 4 бөлінген 5. Дұрыс. P Z кіші 4,5-ны 4 тапсақ жарты. Жартыны 5-ке бөлсем қанша болады? 0,1. 0,5 бөлу 5 ол тең 0,1. Енді бұны не істейміз? Кестеден? Кестеден қараймыз. Кіші болса, онда ол 0,5 мыңнан 398. Ой, әсін. P 5 пен 6-ның ортасында. Ал айта бер. P. Я. 5 минус 4 бөлу 5. 4 міне тұр мүйіміз 4. Минус 4 бөлу 5. Оң жақта? Дәл солай, бірақ 5-дің орнында 6 алымында. 6 минус 4 бөлу 5. Ол болады 0,12-ден үлкен ет. Және 0,14. Так, тең. Ал емнан примерно былай қояды. Мына жер 0,2-ден үлкен, мына жер 0,4 болсын. Осы екеуінің ортасы ғой енді бізде. Қалай табады? Ол бізде болады P Z кішіне тең 0,14-тен минус P Z кішіне тең 0,12-ден. Так, таблицаны қара. 4 ол 0,65 54 және 0,12 ол 57,93. P X үлкен 1-ден дейді. Біз кіші қалдырмыз. 1 минус P X кіші 1-ден деді. 1-ден кіші болса, онда Z неден кіші болу керек? 1 минус 4 бөлу 5. Тең 1 минус P. Мынаны есепте не болады? Минус. Ал бізде минус 0,6 бұл. Минус есептей аламыз, алдында үйреттік. Так. Енді қара, минустынан жеке қарастырамыз. Ол бұлай тұрмын. Мынау жер минус 0,6 деді. Бірге содан кіші жағы. Солай ғой? Мынау, ол мынаумен бір тең ғой. Екеу тең. Значит, ойлана бер. 1 минусқа қойдым, жақсы. Мынаның аудан табу үшін не істейміз? Мына жақтың аудан. Барлығы ол 0,6-ға дейін аламыз. 1 минус 0,6. Түсінікті? Иә. Түсінбедің бе? Түсіндім. Тең, жақшаны ашсам, 1 мен 1 қысқарып кетеді, просто P Z кіші 0,6 қалды. Түсіндің бе? 1 минус 1 екеу қысқарады, 2 минус плюсті береді. Енді бұны қара таблицадан.
0,7257. Мынаған табиғаттан мысал келтіріп берші, бізде x орташа мәні 4 дейді. Ал дисперсиясы 5-ің дисперсиясы 5 дейді. Мысал октябрьдегі средний температура дедік. Ауа райының орташа температурасы 4 градус болсын. Кейде болады ол шынымен де минус 11 градуста болады, кейде болады ол шынымен де плюс 18 градуста болады. Сонда қандай да бір күні алынған температураның жаңағы октябрьдегі қандай да бір күні алынған температура 4,5-нан аз болатын ықтималдылығы 53%. Қандай да бір күні алынған жаңағы қандай да бір уақытта өлшенген температура шексіз ғой өткен уақыттардың арасында. Ол кезде өлшенген температура 5 градус пен 6 градустың арасында тұр деген сөз. К примеру, оқушы 6 минут демалады дейік. Средний енді. Или 6 минут демалады демей қойшы. Күніне адамдар 6 минут уақытын Facebook или там сообщение оқуға жібереді делік. Вот не, бұл уже үздіксіз, солай емес пе олар уақыт деген. Біреу 6 минут, біреу там 5,5 минут, біреу 5,5 жаңағы тағы да келетін минуттар уақыт жіберу мүмкін.